Махаббат ертегісі 45-ші бөлім. Бүгінгі бөлім өте қызықты эпизодқа толы болады. Жаңа жылда Куршатпен бірге тойлап, бірге арақ ішкен Гүлзардың басы ауырып отыр. Атасына білмейді не үшін, кіммен ішкен. Атасының қасында екеуі сөйлесіп отыр. Басым ауырды, кеше күн өте керемет болды дейді. Ал мұнда Куршат апатқа түсті, яғни жеңіл апат, көлік апатына түсті. Махир екеуі сөйлесіп отыр. Сенің маған өлмегенің керек, сенің тірі болғаның керек дейді. Куршат таңғалады. Десе де күйеу баласы. Ал мұнда Жанпиза өзін кінәлап жылап жатыр. Барлығы менің кесірім. Мен әкеме қарғыс айттым. Сол үшін де осындай жағдайға жетті. Және көлік апатына мен кінәлімін дейді. Барлығы жаңа жылды көңілді тойлайды. Және Севда Гүлзарға ала көзбен қарап отыр. Сен түнде кіммен болдың? Біз кетіп қалғанда жалғыз өзің қайттың ба, или басқа біреумен отырдың ба дейді. Ал мұнда Махирдің мамасы кемпірдің әлгі жазған хатына бола Махирге мен Жанпизаны ұнатпаймын, өйткені әкең маған хат жазыпты дейді. Алайда ол хатты кемпір жазған еді. Махир қанша түсіндірсе анасы түсінбей жатыр. Ахир Жанпизаға әкең қарсы дейді. Ауруханада жүрген Махир мен Салих ферманың еденде отырып алып жылап отырғанын көреді. Қасына жетіп барып, Ферман аға, сізге не көрінді? Неге сонша езіліп жылайсыз? Шынымен де бала, өзіңізден емес пе дейді. Осы кезде Ферман, мені құттықтап қойыңдар, мен енді әке боламын, мен енді әкемін деп қатты қуанады. Және де ол көңілдесін мейрамханаға шақырып, оған өте қымбат алтын жүзік сыйлады. Көңілдесі мәз болып, оның бетінен сүйіп, осындай ерінің ізін қалдырады. Өте көңілді кештер болып жатыр. Ал оның әйелі әлі ештеңе білмейді, Севда өте қиын. Махир мен Жанпиза татуласып тауға барды, және олар Салихты де және досы Сараны да шақырды. Алматыда Жайлан болса әлі де сезімін өшіре алмады, өйткені Сәлімді қатты сүйіп қалды. Тіпті Сәлім де Жайланды іздейді. Десе де екеуі екіге кету керек. Осылайша өз-өздерін алдап екіге кетті. Бірақ Жайлан Сәлімді ұмыта алар емес, Сәлім оған қайта-қайта хат жазады. Ал Куршат болса ауруханада әлі жатыр. Куршатқа қызметшісі келген, бірақ қызметшісіне қайта бер деген Гүлзар. Мен өзім Куршатқа қараймын, өзім тамақтандырамын дейді. Екеуінің арасында осындай ұшқын бар, бір-бірін жақсы көреді. Махир болса Жанпизаға тосын жасаймын деп оны ертіп алып келеді. Және ол тосын сыйы осындай бір офис ашып, Жанпизаның бизнес ашуына көмектесіп жатыр. Жанпиза өте қуанды. Ал мұнда Жайлан Жанпизаның бөлмесіне кіріп, оның киімдерін қайшымен қиғалап жатыр. Сен жек көремін, бәріне сен кінәлісің. Менің ғашық болған Сәлімді сендер жаман еттіңдер. Енді қалай шыдаймын дейді. Ашуланып жатыр. Сәлім болса Жайланға өте қымбат бриллиант жүзік алып жатыр, және үйленуге ұсыныс білдіру үшін. Өйткені Сәлімнің жоспары қалайда Махирдің қарындасына үйленіп, Елмас әулетіне күйеу бала болу. Ал мұнда қызметші Куршаттың анасына болған жағдайды айтты. Енді Куршат мырзаның қалыңдығы бар екен, жақында келінді боласыз дейді. Осылай қуанып, жалғасы бар. Лайк басып, коммент жазып.